Бүгін міне Қазақстан Республикасының ұлттық музейі мен Отандастар қорының Өзбекстан қазақтарының рухани мұрасы жинау, сақтау, зерттеу мәселелері атты бірлескен жобасының қорытынды дөңгелек үстелінде бас қосып отырмыз. Енді осы экспедициялардың нәтижесінде қазақтың ұлттық салт-дәстүрі, орындаушылық өнері, музыкалық фольклор, этнографиясына қатысты өте көп мұралар жиналды. Оларды біз аудио, видео, фото фиксация жасап, сапалы кәдімгі осы заманға цифрлық аппараттармен жазып сақтадық. 250-ден астам құнды дүниелер жазып алдық. Бұл енді бір өте үлкен қор деп айтуға болады. Біз өзіміздің бұрын қара шаңырағымыздан тасып жатыр бойлап атыр жігер толы жігіттерге рух тасып жатыр бойлап атыр сенің жүрегіңде рух жасай берсін мәңгі батыр. Жиынды ұйымдастырып жатқандағы Абзал Сапарбекұлының мен түпкі мағынасын түсіндіріп отырмын. Жаңағы барып анау Өзбекстанға барып Қызылаяқ қыркешіп, жалаңаяқ жар кешіп 50-60 градуста біздің бауырлардың жүру бұл жанкештілік, ұлтқа жасап жатқан қызмет деп есептеймін. Осыны Отандастар қоры емес, мемлекеттік деңгейде атқарылуға тиісті шаруа еді. Осындай шаруаның басында жүрген азаматтарға бірінші алғысымызды айтқымыз келеді.